Сейтжанов Продакшн. Assalamu alaikum dostlar, Қарақалпақша стендапқа қош келдіңіз. Меймандармен бір қатар танысып өтеміз. Қарақалпақ фильм жігіттері, бір шапалақ қошеметтер, Икрам Абдкаликов, Хам Тимур Султанмұратов. 2000 жылдар дискотекасы Жойбарының тикарсы Бекзат Алланиязов, радиоведущий. Нүкс FM 2009-дан Нүкс FM болып бастаған уақытта, осы Бекзаттың даусымен ашылып, Бекзаттың даусымен жауылатын себебі басқа ведущий жоқ еді өзі. Бекзат, қош келіпсіздер. Микрофон жаныңызда. Ассаламалейкум мәмеге. Рахмет. Бәрі мына ведущийдің дауысы басқаша болады, иә? Сіз мына ведущий даусыменен бір Қарақалпақша стендапты бір реклама қылып бере аласыз ба? Яқтай алмайтын жерде ұстадым ғой. 26 июнь күні Қарақалпақша стендап. Бекзат екі перзенттің әкесі, еще бойдақ. Болады ғой, жалғыз басты аялларға жәрдем болсын деп, аяллар дәптері деген. Сонда еркектер дәптеріне кірген бол. Если что, реклама. Асыл дос, бір шапалақ қошеметтер, асыл дос. Біз асылменен сол 2010 жылдары ол Кореяда, біз Қарақалпақта жүрген уақытта, сол бірінші медиатор, ол кезде ауылда интернет жоғын білмейді ғой бұлар. Кореяда жүріп интернеттен рауажландырып жүр ғой жаңа медианы. Келешек орайы Қарақалпақстан бойынша басшылығы Руслан Ташимов, бір шапалақ қошеметтер, Руслан Ташимов. Келешек бір сөзбен айтқанда не үйретесіз балаларға? Қысқа шағып айтқанда. Біздер оқудан тысқары тәлім, яғни оқудан тысқары, оқудан кейін барып, дөңгелекке барып, өнер бар. Робототехника үйренеді, ментал арифметика, 17 түрлі дөңгелек. Робот бар ма біздерде не? Істеп жатырсыз соны Қарақалпақша контент құдық. Мен ойлап отырмын, Қарақалпақша робот болса қандай? Ертең істеп тастайық. Заряд таусылып тұрып өтті деп. Расул Зиваддинов, бір шапалақ қошеметтер, Жайқын Квен командасында азыр Тарзан дейді, Тәке, ұлыма юморист, кадастршы, вайнер. Не жаңалық өзіңізде, военкештіктен басқа? Жаңа жоқ, бүгін 5-ші күн. Бүгін 5. Мен ең жақсы көретін күн. Кадастрда банкерлері дейді ғой, бүгін 5-ші күн байрам дейді. Бердағатындағы академиялық музыкалық театр актерлары көп жүрсін Алланазаров, Алишер Хакимов, Қыдырниязов, Бабаниязов бүгін бізде мейманда. Біздің ауылда кино театрда бөлінбейді, бар актерлар осылар. Тойлайтынам солар, рекламаға түсетінам солар. Абаданластыруға жәрдем бер, мұсыр жинайтынам солар. Мына жастар ойында кітабистердің басын жинап, әдеби кеше шөгірме сүретінам солар. Түсінтіріз. Көп жүрсін, қош келіпсіздер. Әуелі ітібар үшін рахмет, Мақсет. Мұрат үшін рахмет. Жүда қуанышлымыз. Алишер Хакимов, мен ойлаймын, фамилиясының хүрметіне қарабақ, сол халық үшін жүреді ау деймін. Фамилияң қатты саған үлкен жауапкершілік жүктеп тастаған ғой Хакимовты. Алишер, қош келіпсіз. Шапалақ қошеметтер. Рахмет. Ассалаумалейкум баршаға. Қош келіпсіз. Ітібар үшін рахмет. Сондай кеште дос ералармен, ұстаздармен көрісуге себепші болдыңыз. Қолдан келгенше күйеулеп отырамыз. Қыдырнияз, Бабанияз, бір шапалақ қошеметтер. Әмеге ассалаумалейкум. Тұра бермей-ақ қой, мына жақтан Мақсат ағаң тосып ұстап атқан екен, жақты сояқтан. Сен саяңда жүріп істеп айтаман отыра берсе? Сізде не жаңа, жеке өзіңізде не жаңалықтар ол? Ертеректе сол Тілеуберген Жұмамұратов аталарымыздың уақытында айтыс болған бізде. Мен өзім қатты әуес етемін, сол қазақ елінде айтыс деген затқа, бұл енді төкпе шайырлық қой сол жерде. Бізде енді ол зат қиын, бірден төгіп айтып тастау, бірақ дегенменен сәл интернетте жаңа форматын істейік деп, енді бізде шәкіртлер бар, ямаса басқа дос бірадарлар бар, солармен айтыс құрамыз. Поэзия арқылы айтыс құрамыз. Арасында анда-санда. Онлайн қадымда? Онлайн. Телефонда отырып? Телефонның артынан аңсат қой, айтыс. Біреуге өкпелеп қалсаң, статусқа қоясаң, көреміз сені, айлам келеді деп. Олам өзі түсініп алады, өзіне тиісті екен, олам кешірмен деген епизодтарды қояды ғой. История статуспенен өкпелесіп, олам енді прямо онлайн айтыс. Зор, ажайып. Қыдырнияз. Мұхан Науризов, стендаппер, юморист, КВНщик. Мархамат. Ассалаумалейкум, қайырлы кеш, құрметті ватандаштар. Құласы, залда 30 жастан өткенлер бар ма? Бір шапалақ ұрып жіберейікші, бар ма? 30-дан 30 жасар болса да, болады, нормально, Бұлай, менім негіз 30 жасарға ұқсаймын ба, ұқсамаймын ба? Кинодағыдай бастан бастап деп қарап көріңші бір азғантай.
Ұқсамай ма не сәл, иә? 2003-тің балаларына ұқсаймын не, еплеп, иә? Үйдегілердің бәріне қартайып атқан болып көрінемен да. 30 жасарлар негіз әсен қартайып атқан екен бізді. Просто мойылау керек екен бұны. Біздер мойылламаймыз ғой. Мен өзім соны әсен кейінгі уақытлар мойылайтын болдым. Себебі өзім қартайып атқанымды сездім. Мерлинді қайттан көріп басладым. Одан кейін Жумоңды режелестіріп отпан, одан кейін соны көремен деп отпан. Сезіп бастап атпан, азында шай ішіп болып, нанның үстін жауып қоятын болғанман ғой. Деп ойлаймын, неге ойттым деп. Қартайып атқан екенмен да, үйге де қоңсы апалар кесе, азанғы уақыт кесе, ана сабырласады ғой өсегінің уақытында. Сон бала сөйтіп, ана дейді ғой. Тойсамам ана экран жеп отыра беремін да, есту үшін де. Оны неге естуім керек мысалға? Қартайып баратпан да басқа жұмысым жоқ, соны естуім керек. Әсем ойлауымыз керек екен да. Мысалы, класстың балаларым кешке қарай жүр шық, айланып қайтайық, анау-мынау десе, негіз не затқа барады деп сұрап аламын да. Негіз бір план бар ма? Болмаса шықпаймын да. Мойлау керек қартайып атқан. Светофорда мысалы, жасылдың уақытында бірден жүгіріп өтпеймін. Қайттана жанып кетемін ғой, кейінгісінде өтейінші деп асықпайды. Неге асығамын? Кейінгісі жана қойсын ал. Содан өтуге болады, асықпай арқайын. Білесіз бе, сол светофорда өтіп атқан кезде әсіресе жақсылар ыржиып жүгіресіз, неге? Деп. Ана машинаның ішіндегі адам қандай дәрежеде отқан білесіздер ме сіздер? Алдында отырып көрің. Жеті әулетің бір тіріледі сол жерде, бір аунап тұрады. Сезіп көріңіз, сенбесеңіз, маршрут отқан кезде, машина отқан кезде бір топар адам пешеходтан өтеді ғой, сол кезде. Деп ыржиып өтеді. Неге ол? Не үшін ыржиылу керек бұл жерде? Сөйтіп жаңа қартайған темасына қайтайық. Мойылау керек та. Мысалға әзір үйлен деп айтады ғой, мысалы, үйдің іші бас, әмме жер айтады. Яқшы, растанам бұл үшін бір қызбен сөйлесуім керек деп сөйлессем, жақпайды ғой сөйлесу. Баяғыдай сағатлап көрпенің астында терлеп дейшіп, о зәуірлер білмеймін, о неге өйтіп ерінбей сөйлескенмен айтайын да. Әзір жақпайды. Біреумен жақында таныстым, сөйлестім. Енді ананың атын сохранить етудің үстінде 5 күн қырылдық қой. Атын жазып қойдым мен просто. Оған жақпайды екен ол. Кішкентай қыз да енді ол. Жүрек қой дейді ол. Ау біздің телефон сөйлейді ғой. Красное сердце десе бәді ашып келеді мысалға да. Кейінен ұрысқаннан кейін кішкентай қыздар бәрің сондай шығарса, ұрысып қалса история менен жауап қайтару деген не ол? Біздерге пах етсе де есет қылмайды ол. Историяң қызық емес, мысалы ұрысқан кезде өмірде жігіт мынандай болады деп өткізіп жібереміз бұған. Сондай екен ау деп анаң историясына мен ондай болмайын деп жүрмейміз біздер, хаятта ондай болмаймыз ал. Соның үшін историяң құрдан құр қоя бермей қойың. Сөйтіп кішкентай қызбен сөйлеспей қойайын, өзім қатарларданам тірі қағалар бар шығар деп сөйлесіп көрейін, бір іздестіріп көрейін деп бір үлкелеу қызлармен сөйлесейін, түсін аламыз ғой бір-бірімізді деп сөйтіп таптым. Сұлу, дым жақсы енді, сәл-пәл жиырылған бетлер, енді зиян жоқ енді ол. Өзімнің бетім пақтатыздай болып жатыр ғой енді, дегенмен сөйлесейік деп жазып отырмыз. Осы жерде бар ма жігітлердің қайтып 90%-ке өзгеріп кететін мұстай дейін ба? Жазып атырмыз, аха, болады. Неге соққа дейін тұрмысқа шықпағансыз? Алдын тұрмыс құрдым, тұрмысым келіспей қабет. Зиян жоқ енді, өмір ғой деп. Неге қуанамыз осы жерде жігітлер? 30-дан өткелер. Не үшін қуануымыз керек біздер 30-дан өткелер? Сол жерден деп шығып, өзіме қараймын да, ал не план енді ал деп. Болады деп айтыр. Тыңлағың келмесе де, не себеп болды деп тыңлап оны. Анауым 8 минутлық бір талай зәпіш жібереді. Сөйтіп мен айттым ғой, енесімен насой жоқ. Болады. Сонша зәпіске болады. Сөйтіп, болады жаңа қызбен общениеміз нормальный келісіп жатыр, сөйтіп аядым оны, баласы бар екен. Сөйтіп, тойдан шығып бір қабарап қайтайын деп қапын жауып, аяқ киімді қолға ұстап барып, өйтіп,
неге азап деймін да өйтіп күндіз ақ барып кәдімгідей мына продукты сен ауа жақсы отырың болады өмір деп неге қатты шапалақ ұрдыңыз өйтуге болмайды соның үшін қартайғанымызды мойындап тұрайық құрметті отандастар диққатларыңыз үшін рахмет. Тарзан, Расул Зиваддинов, мархамат. Мынандайдан бір төртеуін әкелсең, анада екі су ішіп қойса пиу-пиу болады екен білеген негізінде. Әуелі ассалаумағалейкум. Не дейді енді бүгін стендапқа әме қош келіпсіздер. Бүгін стендап біз бастаймыз. Себебі біздер енді ана рас айтайын медиатаровна ұзақласып бара жатқан екенбіз да. Жұмыста жүріп, бұрын енді КВН-де ойнаған болса, қазір жұмыстамыз. Мен айтып жағам кеше мен балаларды мына жерге бір айландыруға алып келдім да. Федаптың қасы дейміз ғой. Федап театрдың қасынан неге дейміз алып келсем, ана батутқа біздің балалар хәзірет қыздар хәзірет сегіп ойнап отырыпты, хәзірет та. Мен ойлаймын ана сол мекемелердің қасына да сондай бір взрослый батут әкеп қою керек деп ойлаймын мен. Мекеменің қасына әкеп қою керек. Мысалы бір любой мекеме, ол хакимият па, мысалы ол жаңағыда бір үлкен бір мекеме ма, шығатын стресс қой. Келеді ана блокнот ұстап тұр дейді. Қайсысын лақтырып жетіп барата секіреді да, ішіне түсіп қалады. Арс-арс секіріп. Жақсы ғой, ана жұмыста секіргеннен, ана анерде секірген жақсы да ол. Бастығынан гайбесі секіргеннен деймін да. Мысалы анау бастығымен анау проблемаларың болса, қасына барып бірге секірсіп. Мысалы ана бір сырлы бір сөйлесіп алатын заттарың болса, ана домиге болады, ішіне кіріп кететін. Соң ішіне кіріп кетіп, сол жаңағы проблемаларын шешіп аласың да, сөйтіп әсте сыпқанап деп түсе қоясың не бол. Мощный болайын, мына стресслерің, нелерің кетеді деп ойлаймын да. Бір әз етіп бір кейіннен бір жұмысам жақсы болады деп ойлаймын. Мен бірақ бір идея уақыттың өтуі қазір айтқан затың бәрі болып жатыр да, білмеймін. Болудан мүмкін ал. Құласы соған құсаған идеяларды, нелерді естетін боламыз, көретін боламыз, сөйлейтін боламыз. Қазіргі уақытта блогерлер сөйтіп сөйлейді екен ғой. Көретін боламыз, естетін боламыз деп. Қыдырнияз, сен молодец, жақсы не қылып жатсың, критикаға алып, сондай нелерді тілді бұзбау керек. Рас хақиқаттан тілді бұзбау керек. Әзілін айтсын, сөйлесін, не қылсын, бәрі мол өздеріміздің немізді, мәдениетімізді кейінгі неге жақсы жеткізуіміз керек. Молодец, енді біздер мен ұмытып бара жатқаннан кейін әр контентке де ұрын көріп отырмыз, енді Ғаржан ерлеп. Бір ана бір блогерлермен де бір уақытта өзімізше үйде бір монтаж істейміз. Ода да ана монтажды программаң атап қойған болады астында анандай. О, негізі оларды деп атларын өшіріп тастау керек екен ғой. Бізде прям ұра береді екенбіз ғой мынандай. Тарс ет, неше парасын мотор болды, анау болды, мынау болды деп. Әр контентке оны көріп отырсыз. Молодец, Алишер, сен жақсы блог сөйтіп жатсаң, көп жерді тазалап жатсаң сен. Абайла өзін тазалап кетпесін бір күні. Молодец. Әр жерді жақсы тазалап, не қылып, көп жерге көрінді да. Бірақ кеше сен бірақ нелдің бомжылардың нанын жарты қылып жатсаң да сен. Мен реально болған зат, мен түнгі сағат түнде балкондан сигарет шегіп қарап тұрсам, бір 4 бомж астына баклашкаларды қойып, Алишер деп отыр да енді өздері. Сол сен шығар деп ойлап қалдым сол сені. Сол Алишерді айтып отырып та, Алишер Хакимовті айтып жатыр деп. Молодец, соларға жекем сен гәп сөзі болған болсаң. Молодец. Айтып, салма қоймай, не қоймай, тазалап. Не қылып жатсаң, біздер үйде үйте нанның ұсақтарын тазалап отырамыз. Не қылып, нан зая болады, не болады деп. Болады, молодец. Қыдырнияз молодец, жақсы кітап оқуды үлкен жолға қойып жатыр. Олам жақсы контент деп ойлаймын. Біздер енді мектепте, сол қары мектеп директоры еді, ең таза кітаптардың бәрін маған келіп берінеді. Ең бірінші жаңағы енді мектептің ол кітапханасынан көрген жоқ оны. Мен өйтіп ойлаймын да. Түлкінің хилесі деген кітаптарды алып, ешкі бағып жүріп, сөйтіп оқитын ек та, мысалы. Оқып жатсаң, действительно деп, сол түлкінің хилесіне жерге келген кезде түлкі жүреді да, неден. Сөйтіп түлкінің сондай жаңағы несін білетін да мен. Значит, түлкі сондай болады екен, хилерге келген, не екен деп. Кейіннен жаңағы қоян жаңағы кешір жейді дейді. Мен кешір жейді деген қыстың күн орадағы кешірдің бәрін алып, қоянның ұясын тауып алып деп тығылым ғой.
апарып бешешесін ашып не қылмасын деп бар оқлары қоян деген жаңағы артқы аяғымен деп теуіп бешенің бәрін сыртқа шығарып тастады да сыртқа шығарып алсырауда деп аңдып отырмын ғой енді жыңғылдың арасында деп енді қоян ашып қалмасын деп шығарып тастасам жаңағы қоян маған қарап тұр енді образбен түсініп беріп отырмын да олар өйтіп жемейді екен ғой жаңағы қоян кешірді жақсы көреді деген негізі қоян кешірді емес пышық жақсы көреді екен білсек рас да негізі мен кейіннен біліп жатырмын негізі қоян кешірменен жақсы кетеді екен да құлас қоян ол кешірменен қуырып жақсылап қуырып не қылсаң сонымен жақсы кететін зат екен ол соның үшін кешір бірін жақсы көреді дегенде мәнсіз айтып отырмын да біреуді не қылып сөйтіп біреуін тарс етіп майдалап жіберсең өледі ол қысқаша әзіл менде сол егер сұраулар болса және дальше кете береміз ізіне қуып шәтеміз Тарзан, Расул Зивадинов. Және бір шапалақ қошеметтеріңіз көпілік етпейді. Рахмет. Перзенті болғаннан кейін білесен ғой. Что-то сенен жасырып мамасымен бір ауыз біріктіріп жатқан сезіп қаласың ғой бір кездерде. Бір жерге баратын болса да кіріп шығып жүреді ғой, шашларын түзеп, қыз бала ғой біздің үлкен. Сразу білесең, бір отырыспама бір затқа бара жақ, қашан маған айтасақ, күтіп жүресің ғой, былай не? Ең кейінде аяқ киім киіп, болғаннан кейін магазин деп, пап, мамаға айттым деп шығып кетеді ғой. Күнімен күтіп жүрмем ғой, сол сөзі күтіп атпам емес, оны. Мама, главный мама да, енді белгілі олар перзент тәрбиесімен шұғылданады ғой. Bir күн менен сұрап қалды, үлкен қызым. Пап, пикникке барып қайтсам бола ма деді. Бол, бара ғой деп. Менен бірінші рет сұрап отыр ғой, қуанып айтып қойғанмын. Бара ғой деп, жақсы папа болайын деп. Сөйткен ойланып қалдым. Ал содан мамасы яқта жіберсе не қыламыз қазір? Уже менен косякқа кіріп кеттім. Деп ойлап, астен Айгүл қақтасаң десем, олар жаңағы коллективінде той бар екен ғой. Кейін менен сұрап отқан екен ғой. Әйтеуір нақ менен сұрат дедім. Сөйтіп қызыма SMS жазып жібердім. Мамаңнан бұрын қайтсаң болды қызым. Маған гәп келтірме деген. Сондай ғой үйде енді папалардың күн сол. Соның үшін мен ойлаймын, гендер теңлігі анау мынау дей бермен қызлар. Сіздер алдындасыз. Наоборот, гендер теңлігін біздер талап етуіміз керек, жігіттер. Неге? Ең қиын жерде біздер жүреміз. Мысалы, женсовет бар, мужсовет жоқ. Кемпір отырыспақ бар, ғар отырыспақ жоқ. Ұлыма, сіздер алдындасыз, даже шахматта бар ғой, шах. Күтті жүрет болған мұндай. Ферзі қалегенше жүрет ол. Балалары бар оң. Баста жаңа төркініме кетемен деп қорқытатын еді, қазір мені қуып жіберме деп қорқасың аз бір ғой. Ферзі қалеген жағына жүрет та ол. Шах тек бір адым алып, олан былай, бір адым мияққа, емса мияққа жүрет та. Шахматта сіздер алдында ферзі. Даже карта ойнағанда да дамы валеттен күшлі да. Король не деп айтпақ қой, ол қайнатасы ол. Қыздың папасы. Кешір ауылдан келіп отқан Дауранбек Сейтмұрат. Бір шапалақ қошеметтер кетті қана. Әммеге сәлем. Мен жақында 22-ке шықтым, һәм 22 жасым маған қаттыға бір басашы болып келді. Мәселен, 18 жаста мен паспорт алған болсам, енді мен өмірді өзгертемен, өмірдегі әмме естілер мен үшін ашық болады деп ойлаған болсам, ана 22 жаста да паши сондай, бірақ ана 18 жастағы естілердің әммесі сен үшін ашыла бермейтін түсініп жетесің. 18 жаста кеште жоралармен айлану бұл өміріңдегі ең зор уақыт деп есептеген болсаң, 22 жаста кеште телефонда бейзоқа қойып ұйықтау сен үшін ең мазалы уақыт болады. Және менің жасымда папам армияға барып келіп, ауылда фермердің бидайларын атпен қараулап шыққан екен да. Мен еле кеше алған стипендиямды ертең кешке жеткере алмайатпын. Мен қатары балалар Франция, Испанияда қазір көріп жүрсіз, футболда өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Мен еле газонға 5 баланы жинауым қиын болып жатыр. 22 жас бұл басашы жас екен. 22 жаста сізді көрген әрбір адам алдын жасың сұрап, кейін қашан үйленесің деген сұрауды беруді өзіне бір вазипа деп біледі екен олар. Мейлі ол кішкентай болсын, мейлі үлкен болсын, сол сұрауды беру керек. Лазым, дәркар, зарур. Қараң тіліміз қаншелі ғой.
Әзірде көп естіп жатырман, қаша үйлесең дейді. Сондай сұрау біреулерге бір айтарым бар да, ана. Сіздерге не қызығы бар да, ана, бәлкім мен сіздерді тойыма шақырмайтын шығармын. Уже сіздер осы сұрауды бере берген сайын, біздерден ойландырып қойып жатырсыздар, біз өзімізден гуманланып бастап жатырмыз. Ана, столдың мүйішінде отырып қойған жоқ па едім. Мамам берген тойдың бауырсағын жей қойым керек екен деп ана. Кішкентай кезде апалар болды, қызым саған беремен дейді ғой. Сол кезде яқшы дей қойым керек екен деген ойлар келіп бастайды да біздерге не. Құласы, мен де бір күні үйленуім керек, себебі еркек адам адамы бақытлы болып жасауы мүмкін емес. Әзірше осылар, рахмет. Стендапта жақсы күлу үшін, еркін бір ат души күлу үшін, білесіз бе, бір зат, екі зат керек айтпақшы. Стендапқа келу керек, екіншісі тістерің сау болу керек. Ат души күлу үшін. Демек, бізде қауендер бар, Қарақалпақ стендаптың бас қауендері доктор Рашид стоматология клиникасы. Шапала қошеметтер. Және де Эдукар академиясы оқу орайы, мен екінші қызым сол жерден сертификат алды. Шапала қошеметтер. Құллас сондай, рахмет. Және де Қарақалпақша стендапты ютубқа жайластырып, барлық сөмкілерін істеп, бізге жақыннан жәрдем беріп жатқан, бұл енді бірге істесіп жатқан шерігіміз Сейтжанов видео студиясына мінеттаршылық білдіреміз. Қатты қоллап қойдық. Сейтжанов студиясы. Демек, Сейдуллаевлар Шаңырақ КВН командасының капитан деп айта берейін ба? Гүлназдан рұқсат па? Капитаны Юсуп Сейдуллаев, мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті тамаша көргендер, леке бүгінгі Қарақалпақша стендапқа қош келіпсіздер. Енді мен өзімді таныстырып кете берейін. Юсуп Сейдуллаев, неке Қарақалпақта біріншілерден болып, Шаңырақ семейный команда düzdüm, Сейдуллаевлар Шаңырақ командасы. Енді мен туылуымнан бастап айтып берейін, ең басынан бастайық та. Мен туылуым аңсат болмаған, біліп тұрған шығасың не екен. Іліп қала берген ғана ата. Шықпағанман ғой мен тегелдікте. Аяқ біттен келгенмен де, теріс аяқ дегендей. Сөйтіп зорға ебіліп туылып, иек іліп қалғандар түсінбей отқандарға айтайын. Иек іліп қала берген. Бұнда иек Қарақалпақта текіменде бар ал. Андай әділадан өткеріп қойпан. Авторский деген. Патентлеп па не. Сондай. Кейінен мен егізек болып туылғанман, хақиқаты. Бүгінгі ойынға да келіп отырыпты, егізегім Злиха деген. Юсуп Злиха. Енді көп адам ойлайды, егізегің Байрамгүл емес пе сенің деп. Негіз ондай емес, соның үшін қасыма ет жүретін болдың Злиха. Міне мен егізегін көрің деп. Просто ол Шоманайдың қызы, болғаны басқа естетеміз. Кейінен рас 12. Кейінен Шаңырақ ағзаларым, яғни семейный командамыз ғой бізде. Сол команданың ағзасы да келіп отырыпты. Қызым, Бейбзада деген қызым. Ең тұңғышы, бейшара гәптің бәрін естетін сол. Үкілеріне қарайтығында сол. Рахмет. Отыр. Ал екінші этапқа. Арасы хақиқаты сол этапқа өзім шығуға мен жүрексінбедім. Хақиқаты. Себебі арадан көп уақыттан кейін Қыбызға барғаннан кейін қорқыныш болды. Сөйтіп тұрып, түйең үлкен көпірде таяқ жетті, қызым шығарып жібердім. Рахмет, берекет тапсын. Енді рас хақиқатты айтып жатырмын ғой, және бір хақиқатты айтып кетейін. 4-ші класста оқитұғын еді, аз 4-ші класты біткерді. Паёк береді ғой мектепте. Сол паёкты, мектепте паёк берген паёгын жемей бейшара үйге алып келетін еді. Сөйтіп бірге отырып жейтін еді, алдыларым айтып беретін еді. Сол барған жерімді айтып жүре беремін соны. Бүгін ама айтып берейін деп жатырмын. Сол паёкты үйге алып келді. Құласы біздерді асырап отырыпты десек те болады. Енді қазіргі уақытта мінекей 4-ті біткерді, қара уайымға түстік ал. Қары үйден кіріп шыға береді, енді не қыламыз, сен не қыламыз. Сондай 5-ші классқа өтіп атырыпты, құда қалесе басқа мектептерге тапсырып атырыпты, Қанегелестерге мектеп, президент мектепке. Енді мен Шаңырақта бір баламан. 6 қыз, бір бала. Шаңырақта бір бала бар ма араңызда?
бір балалар. Қане? Біреу, екеу, үшеу, төртеу ашылы екенбіз. Болады. Бір бала болған аңсат емес жаңарақта. Аңсат емес. Мына көшеде төбелесіп қаласың ғой, ойнап жүріп. Айтатын ажағаң жоқ. Бірге екеулеп ұрайық десең, інің жоқ. Не қыласың? Ажапаң айтасаң барып. Ажапаң не қылады? Барып шашын жұлып қайтады. Бақырып. Бірақ ажапалар балаларға қарағанда яман төбелесіп қояды. Шаққан болады да. Өзі әрбір үйде бір байебек қыз болады, білесіз ба? Ана тойда да өзі басшылық етіп, деп жүреді, үйде де басшылық етіп жүреді. Сондай бір ажапам бар менің, байебек. Сонда мен ұрғанларды ұрып беріп жүреді. Соң үшін соң мектебіне тапсырды мені. Сол мектепте оқып отқан мектепке мені апарды, ертең қарап жүресің деп. Кейіннен бір бала болғанның тағы бір не жері, ажапаң ұшырасуға шықса қосылып шығасың ғой жаңағымен. Қош жібереді бар деп. Барпайды, болмаса жібермейді де бір өзін ана. Ана кімді алып кетемін ғой, Юсуп алып кетемін ғой дейді, яқшы дейді жібереді кейіннен. Сөйтіп олар анандай жерде ұшырасып тұрады, сен 5 метр маяқта тұрасың, бұл қойыңсы. Бұлға деп тоңқылданып өзіңше. Еркексің ғой, еркекке сөйтіп тоңқылдап қоясың да. Шыбын шағып атқан болатын жақта. Сөйтіп кейін 30 баққа да қосып жібереді ал. 30 бақларға да барады. Рас ақиқаты болған бар. Болды ма сіздерде? Сіздерде ма де? Сіздер бетте басқаша ше. Сіздер бетте сондай. 30 баққа бірге барасың. Кейін сені еркек деп сені жібергеннен кейін ана 30 бақта салмақ сақлап отырасың ғой. Кіп күттесің болмаса, шорти футболкамен жүрсің ғой. Бірақ ана үлген балаларға деп қарап отырасың. Қайтасын тез алып қайтуың керек үйге. Құласы бір бала болған қиыншылық жерлері бар. Оның жақсы тәрбиелері де бар құласы. Енді мына өмірде таныс-білушілік деген нәрсе бар, Өмірде таныс-білушілік деген нәрсе бар. Мына больницаға барып, врачты күтіп отырған, врачтың очередінде отырған адамдар бар ма? Араңызда. Бар ма? Енді біздің Шоманай болғаннан кейін, біздің Шоманай мына Қарақалпақстан Республикасындағы районларды адамның организмінде балатқан болсын, Шоманай соқыр шек. Бір шетте жайласқан, оған кіресің, шыға алмайсың. Тек кіретұғын жер бар, болған шыға алмайсың да бері. Соның үшін біздерде кадр жетіспейді. Медицина тарауында көптеген кадрларымыз жетіспейді. Көжбен жоқ мысалы. Мен айтып берейін, хакім айтып жіберді бет сол. Сол көжбен жоқ. Бір врачқа 14 адам очередте отырасың, поликлиникаға барсаң. Сөйтіп очередте отырған кезде жаңа бір уақытта врач келеді. 11-лердің уақытында. Келген кезде де обязательно қасында бір танысымен келеді жаңа. Сөйтіп астейін деп екеу кіріп баратқан болады, әр дауласады очередте отырған. Қояқ, тоқта, біз бағандан бері отырмыз. Бұл басқа жұмыспен келіпті, бұл деп қосып ертіп алып кетеді. Сөйтіп алып кеткеннен кейін, сөйтіп отырасың, отырған кезде бір уақытлары мен бір таныс врачым келіп қалды. Юсуп, не отырсың деді. Сондай мына көрінуге келдім деді. Жүр деді, алып барады бит. Аналар, қаяққа сен, қаяққа деді. Мен басқа жұмыспен кетіп баратпын дедім. Басқа жұмыспен кетіп баратпын мен деп сөйтіп. Бір уақытта арасында даукес апайлар болады ғой біреулер. Бір даукес апа бар екен жағы масқара бақырды. Ауа, сіздер сондайсыз көвеншіктер, көкірексіз өздеріңізше. Көкіреклене берме. Сіздерде бар көкірек, менде де бар деді. Апа, мен даукес екен де, сондай апа бар. Сөйтіп жақсы деп олмады, соңында епілеп кіріп, сөйтіп таныспешілікте енді бұл. Кейінен, мен жұмыста істеймін. Бір күні біздердің жұмысқа Сокришнеге батып, көп жұмыстарға. Біздердің жұмыста Парақат деген бір бала істейді. Сөйтіп бір кітапханашы бар, Сара деген. Сара деп айтамыз енді. Сөйтіп Сокришне келіп, басылық жиналыс қылды. Ал, құрметті коллектив, Сокришнеге батыпты, бір адам кету керек. Соған азыр 2 адам дауагер болып тұрыпты. Мінекей, сол 2 адамның біреуін шығарымыз керек, біреуі Пара, біреуі Сара деді. Қайсысын шығарамыз, қайсысын жұмыстап қаламыз? Пара кетсін бе, Сара кетсін бе деп. Мен Сара кетсін, Пара керек біздерге деп шауқым болып атыпты. Пара болмаса жұмыс болмайды деп. Ал тоқта, мына Сара Парадан бұрын келді. Алдынан бері істеп атыпты. Не Пара келген деген Сара кетіп қала ма не? Деп тыңлаған жоқ, олама сол Параны қалдырып соңынан қолдасы. Сөйтіп Сара кетіп қалды. Сөйтіп, енді бұл таныспешілік деген негізі бір жағынан жақсы да. Мен өзім таныспешіліктің арқасында үйлендім. Арасы? Таныспешіліктің арқасында үйлендім. Бірінші таныстым қызбенен. Кейіннен білдім оның қандай ол. Сөйтіп, мінекей тұрмыс құрдық. Құдайға шүкір, сол таныспешіліктің арқасында мінекей 4 перзентлі болдым.
Енді мен ойлайман, мына қазіргі жәмиетімізде бұл таныс білішілік деген нәрсені ұлыма словар дейма, не дейді? Содан сөздіктен алып тасталау керек деп ойлаймын. Рахмет, қысқаша менде де сол. Тақаттар үшін рахмет. Саяси қылып жоң қылып берді ғой. Юсуп Сейдуллаев, рахмет. Ең строгий мұғалім военрук еді біздерде. Военрук түрі бар ғой, неміс дейді ғой, дейіп күйген уақыт бар ма? Коридорда напротив алдына военрук шығып қалса. Деп демалмай өтетін қой қасынан. Ростанам, мен ойлайтын, директорам қорқатын шығар военруктан деп, не? Бұрынғы военруктар сондай өтінеді. Одан кейін біздердің уақытымызда мұғалімдердің ең қадірлісі информатика. ЭВМ мұғалім. ЭВМ деген сабақ болатын еді. Информатика мұғалім, оның сабағында тыныш отырып, айтқанын қылғаннан кейін барып, компьютер классқа апарады да. Бір ай күтесен ғой компьютер классқа баруда. Компьютер классам, төртеді, үшінші этаждың ақырында болады. Барғаннан кейін дізіп қояды. Аз тоқтап тұрын деп, бірінші сыртты есікті ашады. Одан кейін ішіне ашқан уақытта Центрбанктегі дегенде решетка болады. Құдыр башылады. Одан кейін бір Орта Азияның, Орта әсірлердің анандай сарайларында болады ғой, ондай шынжырлар деп, сондай ма деп ойлап қоямын да, компьютердің қадірі ғой сол кезде. Содан deyip hammasini ашқаннан кейін ішінде қара перде болады ғой, сондай. Қара пердені ашқаннан кейін барып, іші қап-қараңғы отқан болады. Баяғы банзларда одеял қағып ойнайтын жай бар ғой, тап сондай қап-қараңғы жайда компьютер тұрады. Білмеймін, сол кездің компьютерлары құяшқа аллергия бере ме, мындай бір. Сонымен бірімлеп, головной компьютерді қосады, одан кейін 15 компьютерді бірімлеп қосып, одан кейін екеуі ара бірімлеп отырғызып болмай сабақтың ярым өтеді. Одан кейін компьютер қосылғаннан кейін Абжамел Мақсет 8 деп жазып қалсаң ғой болды. Достар, Қарақалпақша стендап ұсынумен жұмақ жасаймыз. Диққатланыңыздар, рахмет.